Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен горохтан жасалатын сорпа дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен етімізді жақсылап жуып аламыз. Майлы сүйегі бар ет болса, тіпті жақсы сорпамыз дәмдірек болады. Суын құйып, отқа қоямыз. Етімізді отқа қойғаннан кейін артынша горохты да сала берулеріңізге болады. Көбігі шығады осылай. Бетінен көбігін алып тастаймыз. Горохты қайнамай тұрып салып жібергенім етпен бірге езіліп піскені керек. Міне осылай сүзгімен алып тастаймыз. Міне қараңыздар, етмен бірге езіліп пісті горохымыз, сап-сары сорпамыз әдемі. Дәміне қарай пияз саламыз. Шамамен 2,5 сағаттай қайнады. Қалауыңызша тұз саламыз. Енді картобын саламыз. Картобын ұсақтап, 4 бұрыштап, кішілеу етіп тұраңыздар. Сонда сорпамыз дәмдірек болады. Табамызға кішкене май құйып, бір пиязды турап осылай қуырып аламыз. Жақсылап қуырамыз. Енді үккіштен өткізілген сәбізді саламыз. Оны да осылай қуырып аламыз. Мінекей осылай жақсылап қуырылғаннан кейін қазір сорпамызға саламыз. Бұл сорпаға ерекше дәм және түс беретін болады. Ішіндегі етін алып алғанбыз, оны қазір осылай ұсақтап турап қайта саламыз. Мінекей етімізді турап алдық. Горохтан жасалған сорпамыз дайын болды. Міне қараңыздар, горохты ертерек салсаңыздар, міне осылай езіліп пюре сияқты болады. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира.